Саламатсыздар ма достар, жалғастырамыз. Мына жерде 58-ші бет жалғасады. Нас несколько слов следует сказать о ситуациях, когда ребенок лишен материнской любви. Тағы да бірнеше сөз айтып кету керек аналық махаббаттан құр қалған балалар туралы, сондай жағдайлар туралы. Я исследовал много случаев, мен көптеген жағдайларды зерттедім дейді, когда ребенок оказывается нелюбимым в семье, или его бросила мать, анасы тастап кеткен немесе сүйікті емес, жақсы көрмейтін бала болып қалған бала туралы жағдайлар өте көп зерттеген сол туралы. И как ни парадоксально, парадокс деп айтсақ та болады, нәтижесінде салдарынан дейікші, зачастую көбінесе здесь можно найти избыточную материнскую любовь. Мында да асыра сілтелеген аналық махаббат табу болады. Нередко мать несет в себе такое сильное материнское чувство, что мир всячески старается обезопасить душу ребенка от такого насилия и всеми способами отодвигает мать от воспитания дейді. Нередко мать несет сирек түрде или көбінесе де ана өзінде жаңағы өте асыра көп мөлшердегі аналық махаббатты паш етеді, өзімен алып жүреді деп айтсақ. Яғни сонда алуған әлем барынша баланың жанын қорғауға тырысады. Сөйтеді да бұндай азаптаудан, яғни көп мөлшердегі махаббаттан қорғайды да баланы әлем. И барлық әдістермен ананы тәрбиелеуден алшақтатады. Я знаю много примеров, мен көптеген мысалдар білемін дейді. Когда в семье двое детей, отбасында екі бала болған кезде, и мать проявляет к одному из них более сильное чувство, және ана баланың біреуіне екіншісіне қарағанда көптеген назар аударады, и умение любимого судьба складывается значительно лучше, чем у любимчика дейді. И және аз махаббатқа ие болған баланың өмірі сүйікті балаға қарағанда жақсырақ құралады. Алдыңғы мен секс туралы айтқан кезде, алдыңғы рилста қараңыздар, мына жерде қайсында еді? Мына жерде мен андай іздеген ғой, бір звездочкалар болады ғой, түсінікті, ондай звездочка жоқ. Просто бүйтіп жазған екен, қараңыздар. Сексуальные отношения в паре и семье – большая тема, которая раскрыта в двух моих книгах «Любовный многоугольник» и «Поиск половинок. Миф и реальность» дейді. Некрастың басқа осындай кітаптар бар, көп вообще кітаптар негізінде. Мен парақшамда көрсеткен. Ана книганың тұсаукесері болған кезде, кітабының Мегадастанада сол кезде білмеймін, ана жерде 30 шақты кітабы бар шығар. Соларды жазған ғой, мына жерде жаңа сексуалдық қарым-қатынас туралы жұпта және отбасында. Большая тема, үлкен алып тақырып, которая раскрыта. Менің екі кітабымда ашып талқыланған, айтылған жаңа тақырыптардың бірі, ол яғни любовный многоугольник, махаббаттық көп қырлық па, махаббаттың көп қырлылығы шығар, көп бұрышты, вообще угол деген бұрыш қой. Сан түрлі махаббат деген сияқты ғой, или махаббаттың сан түрлілігі деп айтсақ болатын сияқты. Және де екінші кітап «Поиск половинок», өз жартыңды іздеу, жартыларыңызды іздеу. Жалпы психология айтады, жарты деген жоқ, адам әрқашанда бүтін, просто соны біз тауып алғанбыз деймін. Яғни бір адам сен жартың болуы мүмкін емес, яғни әр адам
бір тұлға және оған жарты ешкім керек емес деген сияқты. Сосын миф и реальность, жалған мен шынайылық па, шынайы өмір, сондай ғой. Мифті аудармасы да болады жалпы. Енді келесіде жалғастырамын мына жерде. В одной семье девочка с малого возраста была представлена сама себе и, однако, выросла, став самостоятельной, активной личностью. Бір отбасыда дейді, бала кішкене кезінен өз-өзіне ерік берілген болып өсті да, однако алайда өскен кезде ересек болған кезде өз-өзіне жауап бере алатын жаңағы белсенді тұлға болып өсіп шыққан. И сейчас именно она показывает родителям наибольшую помощь, а сын, которого мать любила больше и плотно опекала, и на которого более всего надеялась, вырос пассивным и пьющим эгоистом дейді. Және де қазір сол жаңа қыз ата-аналарға көптеген көмектің көп бөлігін көрсетуде дейді. Ал баласы, анасы қатты жақсы көрген баласы, тығыз түрде жаңағы қорғаған, қамқор болған, және оған көп сенім білдірген баласы, ананың пассивті, яғни әрекеттері баяу дейміз бе, меншіл адам болып, ішетін адам болып өскенде. В тех ситуациях, когда ребенок лишается материнской заботы, аналық махаббаттан бала жұрдай болған кезде, жұрдай болған жағдайда, нужно разбираться более глубоко, терең түрде зерттеу керек. Не обижаться на таких матерей, ондай аналарға ренжімеу керек, және оларды соттамау керек, не осуждать их. Часто за этим стоит интуитивная потребность дать свободу душе ребенка, чтобы она раскрылась наиболее полно. Бұның артында баланың жанына интуитивтік қажеттілік, еркіндік беру тұр. Яғни ол толық түрде ашылу үшін. Нередко матерей, которые мешают развитию своих детей и не желающих отпустить их, вообще убирают из жизни. Көбінесе жиі түрде өз баланың дамуына кедергі болатын аналарды, және де баласын жіберуге сауқы жоқ дейма, жібергісі келмейтін аналарды мүлдем өмірден алып тастайды. Яғни олар өмірден ерте кетіп қалған мүмкін. Сондықтан да қатты бауыр баспау керек. Айтады ғой, кеше ғана бір не көргем, жалпы «Клон» деген сериал көргем, сол жерде рухани жағынан, имандық жағынан көп айтады ғой. Бала туылған сәттен бастап уже сіздікі емес деген сияқты. Ол уже қоғамдікі, мына әлемдікі. Сен оны жай ғана туылдың дейді ғой. Сен оған бағыт бағдар бере аласың, оған ол арай алып кете ме ол бағдарды. Сен айтқанды тыңдаймын, тыңдамай, ол уже өз еркі, оның өзінің санасы бар дейді. Сол сияқты рас менде. Мир очень мудр дейді, әлем өте ақылды, зачастую намного мудрее нашего представления о нем. Біз ойлағаннан да ақылдырақ, поэтому давайте не гневаться, соған ашуға берілмей, и не осуждать, соттамайық, учиться понимать происходящее. Жай ғана болып жатқан нәрсені түсінуге тырысайық, үйренейік. Поистине, чем глубже проникаешь в суть вещей, жағдайлардың, заттардың мағынасына, мәніне тереңірек үңілетін болсаң, тем больше понимаешь совершенство и гармония творения. Ғаламшардың
гармониялығына, яғни үйлесімділік, балансын сақтауына, тепе теңдік, барлық үйлесімді және совершенство дейді, мүлтіксіз екенін түсінесің дейді. Сондықтан да қысқа түрде болса да 10 минут болып тұр екен. Расымен де сол. Барынша сабыр сақтау керек. Бізде қазақта да бар ғой негізінде. Енді бұл ұлтқа байланысты емес, жалпы айтқанда сабырлық сақта, асықпа, ешкімді соттамау керек. Өйткені барлық бізде өмірде өткен нәрсенің барлығы жайдан жай емес. Өмір сабақтары әрине болып жатқан кезде біз ашу-ызаға беріліп кетеміз. Сосын эмоция, тұрақсыздық жағдайында неше түрлі жаман әрекеттер баруы мүмкін. Бірақ кейде мен естігем, оқығанда әрбір қате болып есептелмейді. Ол жай ғана таңдау жасамасаң, сен жақсы істедің бе, жаман істедің бе білмейсің де. Сондықтан таңдау жасау керек әрине. Бір орында тұра бермеу керек. Жай ғана тыныштықта асықпай, белгілі бір жағдай болатын болса, ойламсырауға уақыт болатын болса, және өздеріңіз ұрыспау керексіздер, ұрыспаңыздар. Болған нәрсе болды. Бір адам кінәлі деп те керек емес, деудің де керек емес. Сол адам сол жағдай болмаса, сіз қазіргі күнге жетпес едіңіз. Қазіргі күн бұрынғыдан да жақсырақ екенін мен сенімдімін. Жаман болса да, жақсы болса да, жаман болса мәңгі бақи жаман болмайды, жақсы болса мәңгі бақи жақсы болмайды. Қалай айтсам екен? Бірақ неге дейді? Өмірдің өткінші екенін, барлық нәрсе өткінші екенін ескеріп, шүкіршілік етіп өмір сүру керек та. Сосын өзіңізді аса ұрыспаңыздар, өзіңізге қамқор болыңыз, өзіңізді жақсы көріңіз. Осы өмірге жеткеннің барлығы өзіңіздің арқаңызда. Сол жақсылық деймін сіздерге, позитивті ойланыңыздар. Балалар бақытты болсын әрине, бірақ асыра сілтеп жібермеу керек та. Қазір балалардың тәрбиесін айтатын болсақ, мен кейде ойлаймын, өзім балаларды жақсы көремін деп, сосын мұғалім болып табыламын ғой бастаушысын. Сосын мен ойлаймын, балалар жай туылып тәрбие болмай жатқан сияқты. Енді өйткені ата-ана жұмыста ақша табамын деп, бірақ бұрында да біздің ата-анамыз сондай болды, бірақ бізге тәрбие берген болды, ұрып, мектепте де ұрады, үйде де ұрады, сондай өстік қой жалпы. Көп емес, бірақ сонда да мектепте ұрса, біз ата-анамызға айтпаймыз, өйткені айтсақ керісінше сені ұрсыды жаңағы мұғаліміміз. Қазір мұғалім ұрсуға дайын, мұғалім барыстыр, мектептен шығып, директор мектептен жұмыстан шығуға мәжбүр. Сол тәрбиенің болмағандығын, балалар құдай секілді болып кеткенде ол дұрыс емес. Мен автобуста көремін ғой, жаңағы аяқ киіммен балалар орындыққа шығып алады. Сосын қалай турникке сияқты асылады, сары ұстайтындарға. Новый автобустың бізін шығарады да. Сосын тағы андай автобустың астында батарея бар, мынандай батарея сары да. Батарея, сосын үстінде сары не бар, темір, соны сынбасын. Соның үстіне шығады, терезеге қарайды. Сол ойламайды, сосын мен шығып отырғанда сосын айтамын. Мысалы, аяқ киіммен шығады. Сосын үлкендер де аяқ киіміндей сары ұстайтындар, соған шығып алады автобустың. Ал басқа адам келеді, оның қолын ұстайды. Қолын ұстап тұрасың жаңағы. Ал сосын төменде тұрса, ондай сары не аяқтарын шығып үлкендер. Ол мысалы орындық, сосын орындықтың астында нелер бар, полк сияқты жаңағы. Соның үстіне аяқтарын қойып алады. Келесі адам көлікпен келіп отырса, ол көлік стопудово кіріп алады. Вообще ойламайды негізінде. Кімге айтарын білмейсің де онда. Оның бәріне жексұрын болғанда келмейді бір жағын. Соны қашан қайта бересің деп. Сабырға салуға тырысам әрине, бірақ болмай кетсе айтамын. Сосын аяқ киімдермен кіріп аяқ киім. Бүйтіп көтеріп отырады аяқтары. Табанда мысалы. Және сол табанды дуаға бүйтіп тіреп отырады.
о дуалға сен мысалы ұстайсың қолыңмен киім тиеді ойламайды бар ғой сондықтан оның бәрін енді нигде не написано же деп айтады ешнәрсе жазылып тұрған жоқ қой деп ше сен кім едің деген сияқты өз балаңды тәрбиеле деп айтады сосын ол сен айтқанда әрине мүмкін құқығың жоқ шығар бірақ біз айтпасақ кім айтады сосын бірінші кезекте адам ол содан кейін ол бала сен қалай айтсаң жай сөзбен үйде осылай істеуге болады істеуге болмайды деп ол айтқанды тыңдайды және де өзің соны ұстану керексің ал бәрін де істей берсең деген құдайсың деп не алса ол ойлайды менікі дұрыс шығар деп и басқа адам ұрысса басқа адам козел отпущения дей ма сондай болады құрметтеуді қадірлеуді үйретпеген бәрін ол андай базалық этика мен әдеп пен мәдениет қой сол жақсы